Сәлем достар, лайк басып каналыма тіркеліп жаңа видеоларды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Жүктіліктің үшінші триместрі. Үшінші триместр алдыңғысына қарағанда қиындау кезең болады. Себебі сіздің ішіңіз үлкен, ішкі ағзаларыңызды жоғары көтеріп, қызметіне кедергісін келтіреді. Оның үстіне жүкті әйел үшінші триместрде шаршайды, денесінің ауырлап кеткенінен, арқасы мен аяғының ауырғанынан, жақындап қалған босанудан, тіпті жүктілік мәңгілікке созылып кеткендей көрінеді. Сіздің сәбиіңіз сіздің де, әкесінің де даусыңызды таниды. Сол себепті сәбиіңізбен жиі сөйлесіңіз. Анасының ішінде жатып, анасы мен әкесінің махаббаты мен мейірімін сезінген бала болашақта мінезі жұмсақ, мейірімді әрі ашық болады деген пікір бар. Жалпы соңғы триместрде болашақ аналар жылдам салмақ қосады. Себебі іштегі баланың да өсуі жылдамдайды. Алайда өзіңіздің шамадан тыс артық салмақ қосып алмауыңызға көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Сіздің артық салмағыңыз өзіңізге де пайда емес, балаңызға да зияны тиеді. Аптасына 200-500 грамм салмақ қосуыңыз керек. Орташа есеппен әйелдер жалпы жүктілік мерзімі аралығында 11-13 кг салмақ қосуы керек. Жатырдың жылдам үлкеюіне байланысты ол диафрагманы тығырықтайды. Ал бұл сіздің тыныс алуыңызды қиындатады. Жиі және ентігіп дем алғаннан ағзаға қажетті мөлшерде оттегі бармайды. Сол себепті жиі таза ауаға шығып дем алыңыз. Бірақ аяғыңыздың күре тамырларының ұлғайып кеткенін немесе аяғыңыз ауыра бастаса, серуендеуді тоқтатыңыз. Немесе жиі отырып дем алыңыз. Бұл сіздің аяқ тамырларының кеңейіп кетуінен сақтайды. Әдетте аяқ тамырларының кеңейіп кетуі осы жүктілік кезінде жақсы күтінбегендіктен болады. Ұйықтағанда да жаныңызбен жатыңыз. Шалқаңыздан жатқаннан үлкен жатыр күре тамырлары басып қалады. Осылай аяқтағы тамырларға қан жиналып қалып, аяқ тамырларының кеңейіп кетуіне алып келеді. Сонымен қатар бас айналып, қысын төмендеп талып қалуыңыз мүмкін. Бұл кезеңде де қыжыл мазалауы мүмкін. Күніне 5-6 рет аз-аздан тамақтаныңыз. Қыжылды басатын тағамдар: қаймақ, ірімшік, шала пісірілген жұмыртқа, буға пісірілген омлеттер, балық, құс еттері және кептірілген ақ нан. Қол, аяқ және бетте ісінулер пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда ішіп жатқан сусынның мөлшеріне де көңіл аудару керек. Тамақтың тұзын кемітіп, тұздалған, ащы, ысталған тағамдардан бас тартқаныңыз дұрыс. Тәулігіне ішілетін сұйықтық 2-2,5 литрден артық болмауы керек. Сонымен қатар кіші дәреттік мөлшері күнделікті ішіп жүрген суыңыздың мөлшерінен жоғары болуы керек. Ісінулер пайда болғанда дәрігермен кеңесіп, несебайдағы шөп дәрілер ішуге болады. 7-ші ай. 28-ші аптаның соңына қарай баланың туылу мерзімі әлі жетіспегенмен, егер де мерзімнен бұрын туылатын жағдай болса, оны дұрыс күте білсе, ол өмір сүріп кетеді. Оның тері майлары болмағандықтан әлі дене температурасын реттей алмайды. Өзі тыныстау үшін әлі өкпесі де толық дамымаған. Десе де жаңа туылған нәрестелер секілді көреді, естиді, дәм сезу қабілеті жағынан тіпті ересек адамнан да сезімтал. 7-ші айда баланың басы төмен қарап жатады. Бұндай қалыпта ол туылғанға дейін жатады. Қимылдары белсенді әрі нақты. Бойы шамамен 32 сантиметрге жетеді. 8-ші ай. Бала дүние есігін ашуға дайындалуда. Оның барлық сезім мүшелері дамуда, миы қарқынды өсуде. Ол ақырын дыбыс шығарады және тыңдай алады. Осы уақыттан баланың иммундық жүйесі қалыптаса бастайды. Бала анасынан иммуноглобулиндер қабылдай бастайды. Бұлар оның өмір бастапқы айларында қорғайды. Шарана ақырындап өсіп салмақ қосып келеді. Беті тегістеліп, әжімдер жойыла бастайды. Бала жарық пен қараңғылықты айыра алады. 32-ші аптаның соңында туылған сәбилер де өмір сүріп кетеді. Дегенмен оларға арнайы күтім керек. Сондықтан шала туылған сәбилерді перзентханаларда арнайы аппаратта күтіп баптайды. Дүние есігін ашқан сәбидің бойы 45 см, салмағы шамамен 2200 грамм. 9-ші ай. Нәресте әлі де өсуде. Оның терісі тегіс, күлгін түсті, терідегі ұлпалары кете бастайды. Жүйке жүйесінде өзгерістер болып жатыр. Жүйкелерінің айналасында қорғаушы қабат түзілуде. Өкпесінде сурфактант майлы зат пайда болуда. Яғни сәби өз бетінше тыныс ала алады. Сөйтіп құрсақтағы шарана нағыз жауапты сәтке дайындықты бастап та кетеді. Оның басы біртіндеп туыт жолдарына қарай төмендейді. Ол нәресте өмірге келуге дайын деген сөз. Оның бойы 50 см, салмағы 2400-3000 грамм шамасында. 3-ші триместрде болашақ анаға не қажет?
Бұл кезінде аналар қауымында баласын жарық дүние алып келуге барынша дайындалу керек. Денсаулығына қатысты соңғы сараптамалардан өтіп, дәрігерлермен кеңесіп, табиғи босану жолы ма әлде кесар тілік әдісі ме жүгіну қажет пе, ол жағын анықтау қажет. Сәбидің жатырда орналасуы да бұл ретте өте маңызды. Егер сәби басын төмен салып жатса, бәрі дұрыс. Ал көлденең немесе басы жоғары қарап жатса, онда бұл жағдайдан да босану әдісін таңдауға ықпалы жоғары. Жүктіліктің соңғы айларында дәрігерлермен кеңесіп арнайы жаттығулар жасау қажет. Туыт жеңіл болу үшін мейіз, қараөрік секілді жемістерді жеген дұрыс. Бала сүйегі дұрыс қалыптасу үшін кальций мен Д дәрумені көп мөлшерде қажет. Алайда шамадан тыс көп болуы шарана үшін зиянды. Табиғи өнімдерді көбірек пайдаланып, дәрумендерді мөлшерінен асырмаңыз. Теңіз қырыққабатының құрамында болатын йод болашақ сәбидің интеллект үшін таптырмас көмекші. Салмақ қосуға ықпал ететін тамақтар бөбегіңіздің де денсаулығына әсер етеді. Сондықтан дәрігермен кеңесіп бұл тағамдардан бас тарту керек. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.